Қазіргі күнде Қазақстанда, әсіресе Алматыда қазір көріп жатсақ, Алматымыз бүкіл қаламыз бұрынғыдай емес, қазір прям барахолка болып кеткен. Қайда барсаң Қытайдың заттары, қайда барсаң сауда. Сол саудамен бүгін бәрі де қайда қарасаң да, жастар, үлкендер сауданы түсінетұғын, сауданы түсінбейтұғын адамдар бәрі саудада. Сондықтан бүгін сіздерге айтайын дегенім, саудадан басқа да неше түрлі жақсы кәсіпкерлік және бизнес идеялар бар. Соған мен сізге көмек көрсетейін деп едім. Алла тағала мен басқа жұмысқа таңдаса да, мен бәрібір ол әрине тек қана Алла тағаланың жұмыстарымен емес, өзіміздің жерімізде болып жатқан жұмыстармен де айналысам. Себебі менің өзімнің мамандығым бар, ол осы экономика мен бизнес басқару салада. Мен доктор наукпын, Американ университетін бітірген, сондықтан әрине білімім жеткілікті. Өзімнің үлкен компанияларымда да болған, мен басқа компанияларда да істегем, неше түрлі шетелдік компаниялармен бірге істегем және соларға істегем, басқарып. Сондықтан әрине менің тәжірибем мол. Бірақ менің ең алдымен ол емес, ең алдымен қазір қарап отырсам, әсіресе ЖК-лардың микрорайондарға барсаң, көбінесе сол кішкентай бір дүкендерді ашады, содан кейін сол 2-3 үйге 4-5 дүкендер тізіліп тұрады. Әрине өзара олардың жарысып бір-бірімен, әрине олар тұра алмайды, көбінесе сол дүкендер 1-2 ай тұрады да, содан кейін жабылады. Сонда бүгін ашылған, 2 айдан кейін жабылған дүкендерді көріп жатамыз. Дүкендер емес, басқа да неше түрлі қызмет көрсету салаларда бизнестер жабылып жатады. Неге десеңіз, олар әрине оны бизнесті түсіну керек. Бизнес ол мамандық, әрине маманды бизнесті басқару, ол бизнеске қарау, дұрыстап істеу, оны әсіресе қаражат жағын, басқару жағынан да маркетинг деген нәрсе бар, және басқа көптеген нәрселерді түсіну керек. Ол кәдімгідей экономиканың бір ең үлкен, ең ірі саласы, ол бизнес. Сондықтан оның тілін жақсылап түсіну керек. Содан кейін барып ашу керек. Бірақ та менің бүгін сізге айтайын дегенім, осындай әсіресе жастарға және де басқа да өзіміздің қазақстандық азаматтарға бүгін бизнесті аша алмай жүрген, немесе ашып оны жауып, қайтадан ашып жауып жатқан, сондай қиыншылық көп жатқан, әсіресе сол ауылды жақтардан, басқа мемлекеттерден келіп жатқан қазақтар бар. Олардың жағдайы да, тілді да түсінбейтұғын қазақтар бар, орыс тілді, ағылшын тілін түсінбейтұғын. Оларға әсіресе қиын түседі. Содан кейін осы кісілерге де айтайын дегенім, ол сол басқалардың, немесе бірінші басқа келген идеялар, или басқалардың істеп жатқан идеяларды жүзеге асыру, оған асықпаңыз ешқашан асықпаңыз. Оны ашу үшін ол әрине көптеген қаражат кетеді, содан кейін ол қаражат далаға кетеді, ол алған товарларыңыз далаға кетеді, бәрі босқа әшейін осындай банкрот сияқты болып қаласыз да, содан кейін босқа қалады бәрі, осы бос қалады, ешбір табыс әкелмейді ондай бизнес. Сондықтан менің сізге айтайын дегенім, менде көптеген идеялар бар. Қазақстанда, Алматыда бұл әлі жүзеге асырылмаған идеялар бар. Тіпті бүкіл әлемде де әлі жоқ идеялар бар, неше түрлі. Сол креативтік жағынан қандай бизнес ашуға болады, не істеуге болады, оған қанша қаражат. Әрине оны бірден айта алмаймын, бірақ былай кішкене санап, приблизительно где-то арасында, қандай қаражаттың арасында қандай қаржы керек болады, оны әрине айта аламын. Соны идея, бизнес идея, содан кейін оны қалай істеу керек, не арқылы істеу керек, оны қалай жүзеге асыру керек, ол идеяны қалай жүзеге асыру керек, және қанша қаражат талап етеді ол бизнес, ол идея. Соны айта аламын. Ондай, мысалы, сіз ИП болсаңыз, немесе сіз ТО болсаңыз, қазіргі болып жатқан бизнесіңіз бар, мысалы, да, оның уже фундаменті бар, ол бизнес бірнеше жыл болып жатыр, да, бірақ сонда да оны ары қарай, ешбір табыс, мысалы, кіріс әкелмей жатыр, сондай бизнестер бар.
себебі әрине қазір көптеген дүкендер мысалы бір-бірімен бағана айтып кеткенімдей бір-бірімен жарысып ол біреуі жабылып кетеді, содан кейін банкрот болады. Соны болдырмау үшін әрине сондай бір жақсы идеяларды айтамын. Егер сіздің бизнесіңіз қазір болып жатса, бірақ қазір банкрот болайын деп тұрған кезіңізде жаңа бір идея болса, шіркін, оны ары қарай оны апарып көбірек табыс тапсам деген адамдар бар да, сондай адамдарға көмектесуге мен дайынмын. Сондай кәсіпкерлікке де болсын, бизнесмендерге де көмектесуге дайынмын әрқашан. Сонымен қатар жаңадан тіпті енді ғана бастайын деп жатырмын, мен ИП-ні аштым, бірақ қандай бизнеспен айналысам соны білмей тұрмын деген адамдар да бар, соларға да көмектесе аламын. Сонымен бизнесті даму, ары қарай даму, жаңа идея арқылы даму бір жағынан, екінші жағынан тіпті жаңадан бірден бастайын деп тұрған бизнес бастаймыз деп тұрған кісілерге де көмектесе аламын. Ол үшін астындағы, осы видеоның астындағы неге имейлге менің адресіме хат жазсаңыз, ол хаттың ішінде маған ең қажеті ол қандай бизнес бар ма сізде, сол бизнестің саласын маған түсіндіріп айтып берсеңіз, бір-екі сөзбен. Содан кейін осы жаңа идея үшін қанша қаражат талап етесіз, соны да бір жағынан соны білуім керек, себебі сол бюджетке қарай мен идеяны дайындап қоямын. Бірақ оны санағанда, мысалы қаражатын санағанда, мен анау бюджетке тақап тұрмаймын. Мен оны мүмкін ол аз да болуы мүмкін, жартысы да мүмкін жетіп қалады шығар. Соны әрине шығару керек, тек қана білу үшін. И содан кейін менің өзімнің алатығым тариф табысым ол ешқашанда сіздің бюджетіңізге байланысты емес. Мен бизнес этикадан доктор наук болған, диссертациям бизнес этикадан болған. Сол әрине этика жағынан, моральдық жағынан мен бизнесті атқару, бизнесті жасау, әсіресе қаражат жағынан жасау, ол әрине мен үшін ол өте маңызды нәрсе. Мен сіздерден де оны сұраймын, тіпті талап етемін, менің клиенттерім болсаңыз. И өзіңіздің жаңа идеяны жүзеге асырам десеңіз, ең алдымен сол бизнес этиканы түсінуіңіз керек. Этика дегеніміз ол бір шындықты айту, әділ болу, адал болу, жауапкершілікпен бизнесті жасау. Мысалы, жауапкершілікпен дейміз, ол мысалы тауар болса, сіздің тамақ дейік, ол тамақтың мерзімі кетсе, мысалы бітсе, ол тамақты әрине сатуға болмайды. Соған сіз жауапкершілікті болуыңыз тиіс. Себебі біреу ертең күні ауырып қалса, сіз жауапты болуыңыз керек. Соны түсінуіңіз керек. Сол сияқты басқа да, мысалы Қытайдан 5 юаньға бір затты әкеледі, осы жерге 5 мыңға сатады. Ол да ұятсыздық, ол этикасыздық, ол моральсыздық деп айтуға болады. Сондай адамдарды мен, оны істейтін адамдарды ұнатпаймын. Ол адамды алдайды, олар алдайды. Олар әрине этикасы жұмысты істейді деп айтуға болады. Сол бұл екінші мәселе, сондықтан сол бірінші мәселе, мен соны ең алдымен білуім керек. Сіздің осы кішкентай хатта маған түсіндіріп берсеңіз, қандай бизнесте істеп жатырсыз, қандай салада істегіңіз келеді, и содан кейін қандай бюджетіңіз бар. Сонда мен сізге жаңа бір идеяны беремін. Бірақ әрине мен алдымен білуім керек, сіз қандай салада істеңіз келеді. Ол мысалы қызмет көрсету салада ма, саудада ма, немесе тіпті бірдеңе шығарам дейсіз ба, завод ашам дейсіз ба, соның бәрін маған бір-екі сөзбен, бір-екі сондай бір предложениені жазып қойсаңыз болады, мен оны түсінемін. Содан кейін жауап беремін. Егер бәрі дұрыс болса, әрине сізге содан кейін басқа да контакттарымды беремін. Сонымен біз тез арада осы контрактты бітіруге әрқашан дайын боламын. Сол, егер сұрақтар болса, осы видеоның астында қоя беріңіз, немесе менің имейліме астында жазылған имейлге хат жіберсеңіз де болады. Сонымен жақсы, рахмет. Жақсы, осы келесі кездескенше бәрі жақсы болсын, сау болыңыз.